Анам жұмыстан келе сала ас үйге жүгірмейтін. Дереу тамақ пісірейін, күрді түктейін деп асығып аптықпайтын. Жұмыстан келе 20 минут төсекке жатып демалатын. Содан кейін үй шаруасына белсене кіріседі. Маған да мектептен кейін біраз тынығып, синус косинусты жайына қалдыра тұр деп айтатын. Асықпаған арбамен қоян алады деп отырушы еді. Мен қырсық болдым. Мәскеу көз жасына сенбейді деген фильмнен мысалдар келтіретін. Бас кейіпкердің жұмыстан келе сала, аяқ киім шешпестен диванға отыра қалатыны бар еді ғой. Бірақ ол кезде анамның ақылы маған қонбады. Меніңше демалыс әлсіздердің ойлап тапқан сандырағындай көрінетін. Мақсаты бар адам тәулігіне 24 сағат қозғалыста болу керек деп ойлаушым. Бір құрбым бар. Демалыс алмағанына 10 жыл болды. 10 жылдан бері теңізге бармады. Гаверла мен Тейде жанартауында көрмеді. Будапешт пен Краковтың ескі көшелерінде серуендемеді. Әлі Днепрдің де сұлулығына тамсанбады. Тәулігіне 5 сағат қана ұйықтайды. Карьера жасаймын деп шапқылап жүр. Кез келген демалыс оны кем дегенде 10 жылға артқа тастайды деп үркеді. Тек тәні шыдамады. Көз жанары нашар көре бастады. Жүйкесі тозды, жүрегі қағатын болды. Мен көп уақыт оған еліктеп жүрдім. Сосын кенеттен нейтралды қалып заңдылығы жөнінде білдім. Бұл да Пифагор теоремасы сынды қарапайым нәрсе екен. Әр өзгерістің алдында тыныштық керек. Деміңді алуға, маңдайдағы терді сүртуге, лазанья жеп ерніңді бояп алу үшін өзіңнің энергетикалық багыңдағы жанармайыңды тексеріп алуға аялда. Сонда жол ортасында тоқтап қалмайсың. Қатты келе жатып бұрылысқа кептеліп қалуың ықтимал. Оңтүстік пен солтүстігіңді анықтауға тоқтап жан-жағыңа қарап алмасаң, орманнан шыға алмай шаршайсың. 6 сабақ қатарынан өтсе, арасында үзіліс болмаса, бәрін бірден ұғынып алу мүмкін емес. Кез келген дүниеде кідіріс болу керек. Суға секірер алдында, биікке ұмтылған кезде, күйдің соңғы аккордын аларда, сахнаға шығар алдында, жаңа қарым-қатынас бастарда да. Өтірік айтпас бұрын, не шындықты айтқың келгенде де, сәл үзіліс жасайсың. Біз жаңа жылда демаламыз. Бағдаршамда қызыл жанса тоқтаймыз. Фигурист үштік тулуп жасағанда демін ішіне алады. Шахматшы келесі жүрісін ойлағанда терең тыныстайды. Егер паузаларды жоққа шығарсақ, сағатына 200-бен құйындата берсек, бізді жағдайдың өзі тоқтатады. Тұмау, не одан да ауыр дерт, жол апаты, өрт, жер сілкінісі. Өмірде бәрі ырғақпен жүреді. Күн мен түн, қыс пен жаз, дем алу, дем шығару. Тіпті дискотекада да алдымен жылдам әндер, сосын баяу ән қосылады. Спорт залда да тренажердің бәрін профилактика үшін қояды емес пе? Сондықтан адамның кейде түк істемей, тыныштық сақтау керек деп айтқан әлгі бір данагөйдің сөзі рас. Сен жай ғана дүниеге қарап, ал дүние саған қарайтын сәттердің де маңызы зор.